қызық қой. Мен фия қызығып кеттім. Фия күшті ғой. Бүкіл нәрсені тілегін орындайды. Мама, саған фия ұнай ма? Иә, фиялар күшті ғой. Фия бар ғой. Шын өмірде бар ма, жоқ па? Шын өмірде болмайды, ол тек қана ертегілерде, теледидарларда болады. Шын өмірде болса екен. Білмеймін, бұл өмірде жоқ сияқты. Бұл өмірде тек Алладан тілесең, Алла саған береді. Фиядан сен не сұрағың келеді егер шын өмірде болса? Мен фиядан ана бар ғой мороженелер, сын холодильник бар ғой, топ тұрсын, не қойып қойып, өзің білесің ғой, жейсің ба, жемейсің ба. Сол күшті ғой. Ал сіз... Басқа қандай тілегің бар? Болды. Ал сіз... Білмеймін. Кім қақысы? Мен ашып көрейші. Давайте. Үйге достарын шақырдың ба? Мә, достар кім екен? Анаяқта есік қақып тұр ғой, анаяқта. Барып көрейін. Мә, біз ешкім шақырмадық қой да, Қайкун? Иә. Кім келді үйге? Қатырсыз мен анаяқтан көрейін. Кім ғой? Анаяқтан көрмейтін сияқты. Көрінбейді ол. Мама, мына фия ғой. Қайс? Міне фия. Сендер мені амандағансыздар ғой, яғни сен. Иә, сен барға бір түсін түс қалған ба? Иә, егер алдында кімнің түсі түсіреді, менің түсім түс қалады. Ана бір қыздың түсін түскен, сосын менің түсім түс қалады. Қазым, сен фия шын өмірде болса деп жаңа ғана айтып отыр едің ғой? Сен тілегің орындалып кетті, үйге фия келді достар. Вау, қараңыздар. Жүріңіз, фия, үйге кіріңіз. Мә, біздің үйде қайдан тауып келдіңіз? Иә, фия ғой. Фия, ана, әкем болма тілегімді. Сіз шынымен де ертегідегі фиясыз ба? Барлық тілекті орындайсыз ба? Иә, ертегідегі. Мама, бұнда мен тілегімді айтайын ба? Менің қызымның тілектері бар, соны орындай аласыз ба? Орындау үшін біз задание орындауымыз керек па? Не істеуіміз керек? Задание? Жоқ, задание емес, тілегіңізді айта беріңіз. Айта берейін ба? Тілегім бар. Так, апатай анаяқта жұмыс жатыр болса, мияққа келші. Жарайды. Алды. Жоқ, ана қарағаша келмей қойыңызшы, ол жұмыс жатыр дейді. Жоқ, ана әумен емес, оны естімеңіз. Маған қазіргі тренд болып жатқан үтікті әкеліңізші. Жарайды. Мен фия өтірік шығар деп ойлаймыз. Мынау шын ғой. Қане, ашып көрейінші. Мана шын ба несін ба? Иә, достар, шынымен тілекті орындайды екен, қараңыздаршы. Қазіргі трендтегі ашынбаған ғой шоқ. Фия күшті екен. Қайсы көрейік. Білесің бә, тиктокта осындай өтек деген тренд болып жатыр ғой. Күшті ғой. Осылай өтек дейбіз. Алады ғой, я? Жоқ, солай. Алады ғой. Алады, бүйтіп өтек дейді. Иә, осылай өтек дейді. Неден көрмедің ба, не тиктоктан? Жоқ, көрмедім ғой. Күшті, қазіргі ыңғайлы. Ал, сіз не қалайсыз? Маған ба? Білмеймін, не айтуға болады. Айта беріңіз ғұрынды. Өзің косметика қалай жүресің ба? Маған давайте косметика набор. Жарайды. Косметический. Қай елге істейін, қай елге? Менің қолыма. Жарайды. Вау, шынымен де әкеліп тұрсыз ба? Енді мен тілегімді ғой. Достар, шынымен мен тілегімді орындады. Фия косметика набор алып келіп тұр маған. Қараңыздар, рахмет, Фия. Енді оны айтып беріңіз. Күшті болды. Мені мына қолыма жүзік беріңізші. Жүрек жүзік бар ғой. Алтын ба әлде простой ма, соны да айтшы. Алтын. Алтын. Абракадабрка су. Не, мама? Ага. Ну, алтын ғой. Қайсы? Не?
Шынымен достар, сердечко, еще алтын. Нафия шынымен күшті екен да? Иә. Енді сіз ана кесе қалып жүрдіңіз ғой, алтын ба, соған шеттер аппақ. Қазіргі трендтегі аппақ кеселер моды ғой. Сонда үйімізге әкеліп беріңізші. Жарайды, мына қолына әкеліп берейін бе? Назымның қолына әкеле қойыңыз. Абракадабракасы. Қазіргі тренд қой. Я, достар, қазіргі хит барлық жерде осындай аппақ золото істейді. Күшті екен Фия болды. Мен аққандым ғой, мен армандадым ғой. Ал Фия, енді сіз шаршаған шығарсыз, демалыңыз. Жоқ, мен тағы да арманым бар. Жоқ, бұл деген неше 3 тілектен артық орындамаймын деді. Біз деген көп тілек айтып қойдық уже. Шаршаған болар мүмкін. Біз 4 тілекті, я. Тілекті айтып болған соң, кішкене билеп беру керек. Давайте билеп бер. Бізде Назым биші ғой, білесіз ба? Менде бишім ғой, как раз менде бір қосып берейін. Давайте. Қандай білесіздер? Тілекте бар ғой қазір. Бір қарасаңызшы. Лизинка билейін. Дұрыстың қыз деген. Күшті екен достар. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қалай Фия, сізге ұнап жатыр ма бие? Енді мен жақсысыз. Фиямыз күшті билейді екен. Күшті екен, жақсы Фия. Сіз шығарып салайық енді үйіңізге, жүріңіз. Көп-көп рахмет. Бізге барлық тілектерімізді орындағаныңыз үшін тағы да келіп тұрыңыз. Ал жақсы Фия, сау болыңыз. Сіздерге түнде подарка етем. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер. Тағы күн. Пока де. Менікінде өліп қалмапса. Назымнан пока деп жүріңіз. Пока.